Қайырлы уақыт, құрметті көрермен. Бүгін Абай ток-шоу басында IELTS IDP Қызылорданың негізін қалаушы Айдос мырзада қонақтамыз. Бүгін біз IELTS және басқа да түрлі тақырыптарда сөйлесетін боламыз. Айдос мырза, сіздің орталыққа келгенімізге өте қуаныштымыз. Сізге енді алғашқы сұрағымыз, сіз IELTS жолына, жалпы осы IELTS-ке қалай келдіңіз? Саламатсыз ба, өте қуаныштымын. Біріншіден IELTS жолына 2021 жылы Қызылорда қаласына ең алғашқы ретінде қылып, ресми түрде IELTS орталығын аштым. Ол жолға мен алып келген себебі, өйткені Қызылорда қаласындағы көп оқушылар басқа қалаға барып тапсырады түгін. Ол көп оқушы, мұғалім болсын, оқушы болсын. Сол кезде мен сол IELTS-ның жолын іздедім. Қалай Қызылорда қаласына, мен ол кезде сол кезде өзім оқу орталығым болды. Оқу орталығым атауы Оксфорд болды. Яғни ағылшын курсы және подготовка IELTS-қа. Сол кезде мен жолын іздеген кезде бізде жолын таптым, Австралия елшілігімен келісіп, бізде 3 турмен тұрды. Бірінші тур, екінші тур және үшінші тур. Оған түсу әрине өте маған ауыр болды. Біріншіден мен IELTS балым 8.5 болу керек түгін. Ол жылдар мен балым 7.5 түгін. 3 айдың ішінде өзім дайындалып, 8.5 балға ие болып, және де CELTA сертификатын тапсырып, CELTA деңгейін алып болғаннан кейін ғана мен қатысып, сол турдан өтіп, IELTS Қызылорда алып келдім. Әрине өте ауыр болды, бірақ ұтып бәрін алып келдім. Бірінші мақсат адамның өзіне сену керек. Айдос мырза, бұл әңгімеңізден түсінгенім, Қызылордаға IELTS IDP-дің келуінің өзі біраз еңбектен болған екен, иә? Әрине. Шынымен де бізге сіздің осы алып келгеніңіздің арқасында қазір Қызылорда қаласының өзінде кез келген оқушы, мұғалім болсын, жалпы кез келген адам IELTS-ты қолжетімді түрде қалада тапсыруға болады. Басқа қалаға баруға енді қажеттілік жоқ. Ол үшін сізге алғыс, Айдос мырза. Енді сіздің ойыңызша, осы емтиханға, IELTS емтиханына дайындау ол сіз үшін жұмыс па, әлде миссия ма? Біріншіден бұл екеуі де айтуға болады. Жұмыс та болады, және де миссия да. Менің мақсатым Қызылорда облысының жастарын ағылшын деңгейін көтеру және шетелге түсу. Қазіргі таңда біз Қазақстан бойынша біз 3-ші орында тұрмыз. Ең топовый жоғары деңгейдегі оқушылар жинаған балы. Қызылорда облысында қазір жоқ дегенде 7.5 шкаламен есептеліп тұрмыз. Тамаша. Бірінші орында Алматы, екінші орында Астана, үшінші Қызылорда болып тұрмыз. Вау, күшті көрсеткіш. Бұл демек Қызылорда жастары ағылшын деңгейі жоғары деген сөз ғой. Тамаша. Біздің мектептің оқушылары, мұрагер мектебінің оқушылары Қызылорда облысы бойынша көп келетін мұрагер мектебіне. Если честно, 75-80%. Реально ол нәрсе факт. Ол ең жоғары бал алған мұрагер мектебінен Азамат деген есімді 2025-4 жылдың соңында 8.0 бал алып шықты. Спикинге 8.5. Ал қалған оқушылар 6.5, 7, 7.5. Я Гүлсая деген қызымыз бар, 7.0 алып шықты осы жылы, 10-шы сынып оқушысы. Демек өздерінің келген мақсаттар балдарын алып шықты. Гүлсая деген оқушымыз айтып, мен 7-9 аламын дейді. Келесі жылы. Ол қыз қазір 9-ға балға дайындалып жүр. Тамаша. Оқушыларды IELTS-ке дайындалудағы тиімді бір 3 қағиданы айта аласыз ба? Ең тиімді. Ең тиімді біріншіден бала оқушы болсын, кандидат болсын, мұғалім болсын, деңгейі маңызды болу керек. Бұл жерде интермедиат B1 деңгейі асса, барлық кандидат жоғары бал алуға шансы бар. Қазір Инстаграмда көп қой, элементарийдан жоғары, прайдан жоғары, одан да жаңағындай төмен уровеньмен бал алады деген ондай нәрсе, бұл миф. Әрине. IELTS емтиханы бұл кандидаттың әр адамның коммуникациясын анықтайды бұл жерде. То есть ағылшын тілін қалай сөйлейді, сол коммуникацияны шығаруға болады бұл жерде. То есть көбісі ойлайды, C1, C2 бұл бару керекпін, жоғары бал алу үшін. Бұндай, вообще бұндай қатысы жоқ. Баланың коммуникациясы маңызды. Сонда IELTS ол тек қана тілдік білім ғана емес. Тілдік білім емес, коммуникациялық тіл бұл жерде. Баланың, яғни простой сұраққа жауап беру, оңай жолмен, оңай сөзбен алып шығып, жеткен жоғары алуға болады. Балды тез көтеретін емес, ал тұрақты нәтижеге жеткізетін қандай әдіс деп ойлайсыз? Кандидат IELTS емтиханын дайындалып жатқан кезде подкаст тыңдау, жаңағы кітап оқу, ондайдың мүлдем қажеті жоқ бұл жерде. Ол нәрсе көмектеспейді. Бұл жерде тек қана IELTS-қа дайындалдыңыздар ма, IELTS-тың форматымен дайындалу керек. Күнде үйде.
сонда сіздіңше фокус тек IELTS-та IELTS болу керек еді, обязательно. иә. Сіз IELTS-қа дайындалдыңыз ба? Фокус тек қана форматта болу керек. IELTS пен жаңағыдай reading пен listening пен форматтармен жұмыс істеу керек міндетті. Мен жеке басым IELTS 19 рет тапсырдым. 19 рет тапсырған себебім жаңағы 8-5 балл алу үшін болды. Ол қалай өсірдім? Үйде өзім форматпен фокус қойдым. Reading пен listeningқа қойдым. Тек қана. 19 рет 19 рет тапсырдым. Ең бірінші 2014 жылы тапсырдым. Онымен өзі 5-5 балл алдым. Мектеп оқушы кезімде. Кейін уже студент кезінен бастап апта сайын, жыл сайын мен тапсырып тұрдым IELTS-ты. Өзімнің ойлап тұрмын, ойбай мен деңгейім өсті ма, деңгейімді тексерейін. Мен оказывается қателесіппін. Бұл жерде тиімді деңгей B1 болу керек. B1-нан төменде асуда болса, сіз любой уақытта 8-ден жоғары алуға шанс бар. Просто надо фокус к жаңағы reading пен listening. Сонда сіз 19 рет тапсырдым дедіңіз ғой. Соңғы 19 рет мен 8-5 балл. 8-5 алдым. Сонда былай тапсырған жиілік көбейген сайын балда жоғарылау мүмкіндігі жоғары бола ма сонда? Кейбір секциялар өсті, кейбірлер құлады. Ол бәрібір сіздің жұмыс істеуіңізге байланысты болады, дайындығыңызға, иә. Мен өте көп фокус қойған, reading пен listening қойдым. Олар өсті, бірақ writing пен speakingім немножко там fluctuation болды. Ең бірінші writingім 6 болды. Соңғы рейтинг 8-ден 0 болды. Көрдіңіз бе? 6-дан 8-ге қалай өсірдім? Мысалы, күнделікті практика бұл жерде. Сөздік емес, бұл оқта сөздік вообще қатысы жоқ бұл жерде. Бұл оқта тек қана структура. Тамаша. Енді осы жалпы IELTS мәселесіне тағы да тереңірек кіретін болсақ, көп студент, көп оқушылар осы IELTS writing-мен қиналып жатады. Соның қандай қателік көп оқушының жібереді? Көбісі қателік C1, C2 левелдары қолданады сөздіктерді. Өкінішке орай IELTS емтихан сіздің сөздігіңізді тексермейді, ол жерде жаңа айтқандай коммуникацияны тексереді. Сізге диаграмма берді ма, сол диаграммаңызды жалпақ, яғни B1 болмаса pre-intermediate сөздермен айтып шығуға да болады. Көбісі неше түрлі сөздікті жаттайды, неше түрлі структураны көреді, и соны микспен жазып береді, ол составқа, форматқа сай келмейді. Сондықтан да рейтингтері бәрі төмен. Оңай сөздермен жеткізіп, жақсы балл алуға болады әрине. Жақсы эссе жазу үшін, мысалға жақсы эссе жазу үшін ең бірінші нені дамыту керек? Бірінші дамыту керек әрине формат, яғни структура. Бірінші структураны зерттеп алу керек, иә? Обязательно. Introduction қалай жазу керек, outline'да не жазу керек, тезисте не жазу, қалай айту керек. Осы форматпен келісіп алғаннан кейін артынша сөздігіңізді, өзіңіздің basic wordіңізді дамытуға болады. Сөйтіп, уже ары қарай практикамен сіз 6-тан жоғары, 7-тен жоғары алуға шанс бар. Рахмет. Спикингге келсек, спикингде мінсіз сөйлеу маңызды ма, әлде табиғи сенімді сөйлеу маңызды ма? Спикинг кезінде кандидат, экзаменатор, яғни сіздің pronunciation-ға қатысы вообще тексермейді. Ол pronunciation бұл жерде мүлдем қатысы жоқ бұл жерде. Сіздің сөздігіңіз де маңызды емес, бірақ та тоже жаңа айтқанда communication маңызды. Еркіндік, иә? Еркіндік. Сұраққа простой тілмен айтып беруге де болады бұл жерде. Ал көбісі оқушылар қазір без подготовкасыз оқушылар жүреді ғой, қазір self study деп айтады ғой. Олар қандай сөздер қолданады? Жаңағыдай интернеттен көрген C1, C2 қолданады да, барып не қылады? Экзаменатордың алдына айтады, ол контестке келмейді, мағынасы келмейді, и потом экзамен түсінбейді, баллын 5-5, 6 балл қояды. Түсінікті. Сөйлеуде, спикингде балды ең жақсы көтеретін не нәрсе? Fluency. Обязательно, міндетті түрде fluency сіздің жақсы болу керек бұл жерде. Fluency дегенде отырғанымыз не ол бұл жерде? Fluency сіздің еркіндігіңіз, сөзді қалай айту, қалай жеткізу. Осымен арқылы сіз алып шыға аласыз бұл жерде. Ана тілінде сөйлеп отырғанда еркін сөйлеп отырсаң, сіздің pronunciation-ы, сіздің сөзіңіз бірақ та қатысы жоқ. Өкінішке орай. Тек қана fluency, еркіндік бітті все, басқа ештеңе керек емес. Кейбір сөздерді қате айтсаң да маңызды емес қой сонда. Ол сіз ошибка жібердіңіз ба, мистейк жібердіңіз, это окей. Сізге бән қоймайды бұл жерде. Ошибка жіберді, это нормальный процесс. Жаңа айттыңыз, listening және reading-мен жақсы жұмыс істедім деп. Сол listening мен reading-нің деңгейін көтеру үшін не жасауға болады? Күнделікті практика. Обязательно self-study мен күніне 2 reading, күніне 2 listening. Және де сіздің істеген кезде, практика істеген кезде міндетті түрде сіздің ошибка жібердіңіз, мистейк жібердіңіз, неге бұл ошибка болды? Соны сіз observation жасайсыз, талқылайсыз өзіңіз отырып алып. Например, true деп таптыңыз, бірақ answer'да not given деп тұрады, например, да. Вот осындай кезде сіз бір-біріңізден текстпен қарастырып, анализ жасау керек анализ міндетті түрде.
яғни және де техника тоже уникаль бұл жерде. Например, true false'тың not given техникасы айтып жіберейін. True дегеніміз яғни нақты факт, текстен тауып аласыз. False дегеніміз көбісі ойлайды типа альтернативтің сұрағы бұл жақта төртке бөлінеді false. Alternative, comparisons, conditionals және де negative формат. Осы төртеуін таптыңыз ба, автоматически false болады. Обязательно. Ал not given деп отырғанымыз не ол? Текст екіге бөлінеді not given. Біріншісі текстте жоқ, немесе mixed information. Mixed дегеніміз true да келеді, и false да келеді. Сіз сондай сөйтіп таптыңыз ба, автомат түрде not given қоясыз. Сөйтіп сіз практикамен өсіріп осылай болады. Бір осы listening мен readingге лайфхак айта аласыз ба? Listeningтің кезінде обязательно section 1-да numbers өте көп келеді. Яғни қандай numbers? Телефон номері келеді, жыл келеді, обязательно. Это самый топовый 100% келетін нәрсе. Оны обязательно numbers-пен вы должны күнде тоже практикамен жұмыс істеу керексіз. Қалай не келеді, не айтады қазір бұл жерде. Олар тез айтады. Кейбір кезде аз айтады деген сияқты. Ол listeningтің форматына байланысты болып келеді бұл жерде. Жаңа айтып жатырсыз практика деп. Практиканы қай жерде жасауға болады? Мысалы, жеке оқушы үйде отыратын болсаңыз, Cambridge деген кітаптар бар, сайттар бар. ielsonline.org деген сайт бар бізде. Сол сайтқа кіріп, тегін практика істесеңіздер, вообще күшті екен. Советую with headphones ден. Это маңызды. Енді IELTS тапсыру ол тек қана мына білім деңгейі ғана емес, ол сонымен қатар адамның психологиялық дайындық күйі де емес па? Сонда IELTS-қа дайындықта маңызды не ол? Тәртіп па, әлде мотивация ма? Жоқ, бұл жерде time management. Уақытпен жұмыс істеу. Например, сізге task план берді ма, 20 минут ішінде сіз. Демек тәртіп, иә? Тәртіп те болады, және де уақытпен бұл жерде. Уақытпен қатты жұмыс істеу керек. Менің ең бірінші қателігім, 5-те 5 алған себебім уақытпен дұрыс істей алмадым. Вообще мен түсіндім, рейтингтің 100% бәрін түсініп отырмын, бірақ өзім қорқыныш болып ана жерде. Бірінші тапсырып отырмын ғой. И потом сөйтіп азалып қалдым. Бірінші неден, екіншіде мен 6-та 5 алдым. Уже уақытпен үйрендім. Мен де IELTS тапсырғанда бірінші рейтингнен төмен алып қалдым. Тура солай уақытымды өткізіп алдым. Отырып, түсініп отырсам да қарасам 40 минут өтіп кеткен. Дұрыс айтасыз, дәл сондай. Все, әрі қарай уақыт жоқ уже. Тез. Текстті оқуға болмайды, білесіздер оны, иә. Бірінші сұраққа барасыз, сұрақты оқисыз, аударасыз өзіңіз, ағылшынша болмаса там observations, и потом текстпен надо compare сделать. И бірден тауып аласыз сұрақтарыңызды. Практикамен істесеңіз, яғни күніне 2 рет, сізге гарантия жоқ деген 7-те 5 8 алып шығасыз. Бұл реальный факт нәрсе. Да. Обязательно. Көбісі сенбейді, бірақ істесе адам өзі көз жетеді. Емтихан алдында студент психологиялық түрде қалай дайындалу керек? Алдын ала емтиханға, ертең мысалы сізде емтихан, бүгін дайындалмайсыз ештеңеге, кофе ішесіз, шоколад жейсіз, кайфуша боласыз, болды. Вообще ойыңызды отключите. Болды. Ертең экзамен болады, менде болады. Ничего не думайте, все. Текст экзамен келген кезде бірден ойыңызды қосасыз. Қобалжу, стресс бәрін ысырып, тек демалу, иә? Көбісі оқушылармен сөйтіп айтамын, обязательно. Өте тиімді лайфхак екен. Әрине. Мынандай ойлар болады ғой, мен ертең тест тапсыратын алдында, мысалы, уайым болады. Мен 7 ала алам ба, 7-ден асыра алам ба деген сол уайымды қалай жеңуге болады? Жаңағыдай, бірақ курсқа қатысып жатсыз ба, или self study болып жатыр ма, сіз ай сайын мок тест тапсырып тұруыңыз керексіз. Пробный тест. Неге пробный тест? Өйткені сіз экзаменнің форматын сенімділік пайда болады, таныс боласыз, обязательно. 3 ай осылай мок тест тапсырсаңыз, келесі тесттің кезінде ешқандай қорқыныш болмайды. Это уже сіз уже дайын боласыз. Мен болды, мен уже мынандай балл алам. Мида дайын болады, өзіңіз де дайын боласыз. Навыктар Психология ретінде болады бұл жерде. Так, 6-та 5 және 7-те 5 деген бағалар балл алсам, мысалы, оқушы, оның айырмашылығы қандай? 6-0 мен 6-та 5 алсаңыз, разницасы не тұрды? Там B2. Иә, екеуі де B2. B2 5-те 5-тен басталады. Сол айырмашылық бар ма, мысалы, 6 и 6-та 5? 6 деген ол сіздің просто жаңа сөйлеп алып шықты. 6-та 5 деген немножко играет деген роль. Ну, разница там нет. Вообще, абсолютно одно и то же балл. Сонда 7 мен 7-те 5-те сондай ғой? Әрине 8. Например, деңгейін C1 апарыңыз келсе, 7-тен 0-дан басталады. 8-ге дейін басталады. Это окей. IELTS тек ағылшын деңгейін өлшей ма, әлде ол емтихан техникасында тексере ма? Жоқ, бірақ техника деп отырғанымыз ол жаңағыдай өзіміздің тауып алған техникаларымыз, time management. IELTS-та сіздің коммуникация өте маңызды бұл жерде. Мына тақырыпты қалай алып шығамын, ағылшын тілінде қазір сөйлеймін. Бітті, осы коммуникацияңызды сіз дамыту керексіз. Например, сіз ертең тапсырғыңыз келіп жатыр IELTS,
деңгейімді жетпейді деп жатырсыз. Например, көп қой, мұғалім болсын, кандидаттар болсын, қазірден бастап деңгейіңізді, өзіңіздің basic English'іңізді дамыту керек. Енді осы basic English'ті қалай дамытуға болады? Обязательно жаңағындай кітап сатып аласыз. Кітап, например, скажем, уровень A интермедиат. Например, сіздің деңгейіңіз B1 болатын болса, B2-дің кітабын алып аласыз и өзіңізбен жұмыс істейсіз. Жоғарырақ алып. Обязательно, міндетті түрде. И сонымен сіздің деңгейіңіз 2,5-3 айдың ішінде нормаль болып шығады. Артынша уже IELTS-қа баруға болады. Так. Basic word маңызды IELTS емтихан кезінде. Бірақ сіздің академик сөзіңізді тексермейді, бірақ сіздің структураңызды не қылмайды бұл жерде жаңағыдай неше түрлі. Тек қана communication'ды анықтайды бұл жерде. Сонда IELTS-қа дайындалған кезде мынау мен академиялық сөздер жаттап, өзіңнің басыңды ауыртып шаршаудың да керек емес. Ол отырғанымыз readingтағы сөздер ғой. Неше қиын сөздер. Қиын сөз readingтің кезінде қиын сөз таптыңыз ба, оған мән не қылмаңыз. Контекстпен, иә? Тек қана сұрақтыңызды оқисыз, өзіңіз аударасыз или там observation істейсіз, өзіңіз не түсіндіңіз, сонымен ғана текстін іздейсіз. IELTS-қа дайындалып жатқан адамға беретін бір кеңесіңіз? IELTS-қа подготовка жасап жатырсыз, например, сіз, обязательно хотя бы 1 рет болса да mock тест тапсырыңыз, міндетті түрде. Міндетті ол. Сіз неге mock тест тапсырасыз? Сіз бірінші форматпен танысасыз, атмосфераны сезесіз. И үшіншіден сіздің стресс болып жатқан, например, сіз бүгін 5 салып қалдыңыз, IELTS-та обязательно 5 салады. Потому что mock-қа қатысқан жоқ ол бала. Сіз мына жақта mock-та 5 алдыңыз, IELTS-та жоқ деген 6-тан жоғары алып шығасыз. IELTS-та mock-тестте 7,5 алдыңыз ба, тестте 8 аласыз. Это факт, 100%. Потому что бала сезді, көрді, атмосфераны сезді, экзаменаторды көрді. Келесіде уже бала қорықпайды абсолютно. Енді IELTS тақырыбынан сәл басқа тақырыпқа қозғалсақ, жалпы өмірлік тақырыптарға, қазіргі жастарға ең қажет 3 дағды қандай деп ойлайсыз? Мен беретін advice деп айтамыз. Біріншісі әрине сенімділік болу керек. Кандидат болсын, оқушы болсын, мұғалім болсын, апай әже болсын. Екіншіден ешкім сөзін тыңдамау керек. Не обязательно. Неше қазір ақылды адамдар көп отырып алады, например. Үшіншіден әрине өзіңіздің жаңағы оқып жүргеніңізді дамыта беріңіз. Тоқтамай даму. Например, IELTS қызылорда алып келетін кезде маған неше түрлі адам, даже үйдегілерім де мама папам айтты, сен қолыңнан келмейді, сен істей алмайсың. Ол қалай IELTS қызылорда болмаған нәрсе, сен қалай алып келейін деп жатсың. Өзіме сендім, мен ешкім тыңдаған жоқпын, и получилось вот так. Айтып жатсыз ғой, мынау отбасым да, ата анам да сенген жоқ. Сондай мысалға енді ол күйзеліске алып келетін жағдай болуы мүмкін, иә? Сол кезде қалай соның бәрін жеңдіңіз, еңсердіңіз? Мен не қылған жоқпын, ойымды бөлген де жоқпын. Мен айтып ішіне өзім сұрақ қойып алдым, маған жетіп алсын. Сіздерге күшті лайфхак, біреумен ұрысқатын болса айтыңыз, маған жетіп ал. И все, нормально. Так. Шәкірттеріңізде кездесетін, ең жиі кездесетін сенімсіздік қандай ол? Ондай жоқ менде. Бәрі сенімді ма? Бәрі сенімді. Сізден кейін бәрі стоп 100% сенімді болып кетеді ме? Олар сенімді, иә, бірден сенімді. Ол гарантия обязательно. Маған келеді балдар, мен техниканы үйретемін, уровеньді өсірткізіп, и ары қарай бала өзі алып кетеді. Ең аз алған оқушылар бізде 5/5. Ең жоғары 8/5. Қызылорда қаласында қазір бізде 27/8 бар. 2,8,5 бар, 1,9 бар. Қызылорда қаласы облысы бойынша. 9,0 алған кандидатымыз Арал қаласында. Ауылдан келіп қатынап оқыды ол кісі. Ол қыз оқушы қыз. 11 сынып оқиды қазір. Аяқтады. Сізден, иә? Сізден дайындалды. Ол кісі 4 рет тапсырды IELTS-ты. Бірінші 7,0 алды, екіншісі 7,5, үшіншісі 8, төртінші 9. Ол қыз өзіне қатты сенімді болып өткен. Бұл мен байқағаным, бірнеше рет тапсырады екен кандидаттар, демек бұл табандылықта. Прям бір мақсатты қойып алып, соған жетуге. Ол қыздың арман 9 алу болды. Ол деңгейі орташа болды, мұндай күшті деп айта алмаймын, B1, B2-ның арасы. Соның несімен өзі observation жасап, өзі writing жазып, өзі алып кетті ол қыз. Демек, деңгейі B1 болса да, B2 болса да, көңілі түсіп, мен IELTS-тан жоғары 8 балл жетіп аламайым деудің керегі жоқ. Яғни оны жетіп алуға болады екен. Любой кандидат сможет набрать 8,0. 10 жыл бұрынғы өзіңізге қандай кеңес берер едіңіз? 10 жыл бұрын? Иә, 10 жыл бұрын. Так, ойбай, подождите. 10 жыл бұрын. Қазір 25, это 15. 15. Өзіме кеңес беретін, ешкім тыңдама, жаңағындай. Өзіне не қалаған деп тұрса істеу керек.
жүрегіңді тыңда. иә әрине. Киноға барғыңыз келе ма, делайте. Не надо өзіңізді консерн етуге. Шектеуге. Енді қазір 25 жылда аяқтап қорытындылап жатырмыз, иә. Биылғы жыл сіз үшін қандай болды? Қиын жыл болды айтуға болады. 2025 жылы, өйткені кандидат 2025 жыл өте көп кандидаттар өте көп болды. IELTS тапсыратын оқушылар өте көп. Өйткені неге 2008 жыл ғана емес аяқтаған. Оказывается, статистика бойынша 2008 жылы көп бала туылған екен. Чем 2005, 2006, 2008-де өте көп. Из-за этого бізде хаус болды біздің орталықта, өйткені сетіміз өшіп қала берді жазда бізде, өйткені кандидаттың саны көп байланысты болды бұл жерде. Бірақ өттім, оны да алып шықтым, нормально бала алып шықты балдарымыз өте көп. Енді айтып жатсыз кандидаттар көп деп. Бұл не себептен? Қалай ойлайсыз? Қазір оқушылар неге IELTS тапсыруға талпынады? Оқушылар шетелге кеткісі келеді, бәрі шетелге кетеді. Қазір досты өте көп қой шетелге түсіп, өте көп. 5-те 5-пен де түсіп жатыр, 4-те 5-тен де түсіп жатыр. Соны балдар естіп алды да, и оны тапсырып жатыр қазір. Енді осы кезде IELTS-тың мүмкіндіктерін айтыңызшы. Қандай мүмкіндік болады мысалы? Мүмкіндіктер өте, мысалы, ең маңызды айтайын, бірінші мүмкіндік, яғни ентігі қосылады. Ентігі ағылшын тілі міндетті түрде қосылады. Екіншіден, сіздің мысалы жұмыскер болатын болсаңыз, сіздің сертификатыңыз алттан жоғары астыма сізге айлық қосылады. Например, да, оның определенный бір организациондар бар қосатын. Үшіншіден, мысалы сіз Англияға ұшан келіп тұрсыз, Англия еліне, Ұлыбританияға сізге виза бірден береді, потому что алттан жоғары болса. Визаға да көмек. Ең есте қалған шәкіртіңіз немесе ең есте қалған оқиға? Оқиға. Оқушылар өте көп қой, оқиғалар өте көп. Жаңағыдай 2021 жылы 8-де 5 алған кезім. 8-де 5 алған. Қалай 8-де 5 алдым? Менде 3 section 8 болды. Reading, listening, writing, speaking 9 болды. Мен 9 алатын кезде шоковый состояние болдым. Қалай 9 алдым? Өзіңіз сенбедіңіз бе? Сенген жоқпын, ойладым, максимум 8, 7,5, 8 болды, одан аспайды дейді. Когда я увидел 9-0 по speaking, представляете, мен ұшып кете жаздадым. Үйдегілерге шок, мама потом түсінбейді, ол не ол дейді, ол не ол 9 деген. Әйтеуір өзім жаңағындай өзім қуандым, әрине оқиға ең күшті есіге кетпейтін спикингтен 9. Иә. Ол өз-өзіңізге дәлелдедіңіз ғой, иә? Экзаменермен тұрыс, ондай қатты қиын сөз қолданған жоқпын, нормально простой сөзбен айтып бердім. Оказывается, флуенсимен жеркінді. Сөйлей беру керексіз да, түсіндіре беру керексіз. Сіз тапсырған сайын уже келесі оқушыларыңызға да опыт жинай бердіңіз ғой, иә? Дұрыс айтасыз, оқушыларға беремін осылай, мынандай қылып айттым, мынандай бүйтіп айттым, уже ол экспириенстен олар экшенжмен ауысып жатыр бір-бірімен. Сізге ең көп әсер еткен кітап, фильм және адам? Мен кітап оқымаймын. Мүлдем. Жаман жеп көретін жерім кітап. Оққым келмейді. Рейтингте сондаймын. Бірақ амал жоқ, өз-өзімді не қыламын, тырысамын. Жарайды, неше кітап болмаса, кино мен адам? Бірінші кино. Например, да кино я люблю. Қандай кино жақсы көрдім сақында? Ең көп әсер еткен? American Horror Story. Американская история ужасов. Я обожаю этот фильм. Сериал, то есть. Күшті сериал. Я вам советую. Әр сериясында әртүрлі нәрсе бар. Қалай әсер етті сізге? Қорқынышында не қылдым, бастым. Қорқынышты көріп, өз-өзінің қорқынышты көрдім соның ішінде, представляете? Әр сериалда әртүрлі не болады, тақырыптар болады, сол тақырыппен байланысты. Қандай адам сізге әсер еткен? Ең көп әсер, ең үлкен әсер еткен өміріңізге? Өзім. Өзіме. Өзіне сенімді болу керек, ешкімді тыңдамау керек. Тыңдап жатса айтыңыз, маған жетіп ал, все, кетіңіздер. Өз тәжірибеңіз өзіңізге үлгі. Әрине, өзіңізге фильмсіз ғой. Сен кете бересіз. Тамаша. Мен біреудің ақылын тыңдағым келмейді. Вообще, ақылдарың керек емес, мен өзім боламын. Өзім жүру керек. Өзіне сенімділік. Өзіне сенімді болу керек. Яғни сенімді болсаңыздар, барлығын жетесіздер. Дұрыс айтасыз, шынымен де өзіңе сенсең, 19 рет тапсырып, бірақ алдыңыз, иә? Үйде келіп, жаңа папа мамам ол кезде қырат түгім, ол кезде мен 2019-ға дейін ғой, мен 7 рет тапсырдым. Кейін 21-де санағанда 19 рет болды. Сонда 21-ші жылы мен тағы да 8 рет тапсырған екен, 9 рет па? 21-ші жылы, полный жыл бойы. Ең соңғы сөзді 8-де 5 болып шыққан. Сол кезде айтайын дегенім, 8-де 5 алмай тұрып, до этого 7 рет 8 рет тапсырған кезде үйдегілермен қырғын айқай болады. Сен неге тапсыра бересің, ақшаны құрт. Ол кезде Шымкентке барып тапсырдым мен. Шымкентте IELTS-қа тапсыру үшін ақша ғой, үлкен қаражат. Ол жылдары 54 мың теңге төледім. Иә, ол. Сол кезде қырғын айқай төбелеспен әйтеуір алаттым. Бірақ береді түгін.
бірақ түсінбей тұр, неге сен тапсыра бересің, Аха. неге тапсыра бересің, сен ала алмайтын адамсың, неге тапсыра бересің. Вот осындай сөздерді мені не қылды, өсірді деп айтуға да болады. Сіз керісінше адамдардың сіздерге Яғни, қарсылығынан әке өстіңіз. шешемнің сөзі ғой, сен ала алмайсың, сен тупойсың деген сөздер маған қатты әсер етті, например. Вау. Тупойсың, ала алмайсың. Мен айтып, мама, мен 8-ге бес алаттым. Сен ала алмайсың. Ала алмайсың деген сөздер уже менде уже Аха. қалып қойған ғой миымда уже. Иә. Сосын ең сол 8-ге бестен кезде мәссаған. Все. Үлгі алуға болатын нәрсе, иә, біз кейде біреудің жаман сөзін естіп, біз туралы жаман нәрсе айтқанын естіп, көңілімізге алып, былай стресске түсеміз ғой. Сіз секілді керісінше соған қарама-қарсы жүру керек екен. Не надо стресс, зачем? Мысалы, біреудің өсегі, біреудің сөзі. Скажите өзіңізге, маған жетіп ал. Айтыңызшы, маған жетіп алыңыз. Маған жетіп ал. Болды, бітті, маған жетіп алыңыз. Сіздің енді мен қазір айтайын, бір сұрақ қояйын. Сіздің ұраныңыз не дейін десем, мен біліп тұрмын. Дұрыс айтасыз, маған жетіп ал. Жақсы. Маған жетіп ал. Айдос мырза, рахмет бүгінгі сұхбат үшін. Өте жеңіл, әдемі сұхбат болды. Мен ойымша біздің көрермендер IELTS туралы көп ақпарат алды деп ойлаймын. IELTS-қа дайындық қажет болса, оқушылар болсын, мұғалімдер болсын, кандидаттар, Айдос мырза және айта кетейін, каждый пятница, яғни 2026 жылы, келесі жылы әр жұма сайын бізде тегін не болады, компьютермен таныстыру сессиясы болады бізде. Соған келсеңіздер болады. Яғни алдын ала кіресіздер, компьютер қалай болады, атмосфера қалай сезесіздер, соны сіздер көре аласыздар. Тамаша. Тегін жаңағындай не дейді ойбай, mock test емес, familiarization session, ознакомительный session. 30 минут болады, 30 минуттың ішінде сіз 4 секшнді көріп шығасыз. Тамаша. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз.